Адамның денесінде 206 сүйек бар. Нәрестенің сүйек санын әне жаттап біліп ал. Мынау қызыл бас сүйек, төменінде жақ сүйек. Саған қызық айтайын, құлақта да сүйек бар. Олардың өте майда көлемі, аттары балғашық, төстік, үзеңгі. Өкпеменен жүректі, кеуде торы күзетті. Кеуде торын құрайтын сүйектерді айтайын. Ол ұзын қабырғалар майысқан, алдынан кеп жалғыз түйір төс сүйекпен жабысқан, ал артынан омыртқа жотасымен тоғысқан. Омыртқа жотасында ойбай көп қой омыртқа. Жетеуі мойын бұрады, 12-сі арқаны құрады. Белдегі омыртқа 5 болады, арғы 5 8 көз, 4 құймышақ соңында қалдық болып тұрады. Арқада тұрған жаурын, алдындағы бұғана, тоқпан жілік қызылмен белгіленген мұн жерде. Шынтақ сүйек сарымен, ал кәржілік үстінде. Билеп алайық, жамбас сүйекті қарайық. Мықын, шат, шонданай, жамбаста олар жабысып, орналасқан осылай. Тізенің ұршық сүйегі асты жілікпен шыбықты тізеден біріктіреді. Ортан жілікпен жалғасып, аяққа қимыл береді.